Сәлем достар, көңіл-күйлерің қалай? Жақсы ма? Өте жақсы. Ендеше сауат ашу сабағын бастаймыз. Ал балалар, олай болса, мына бір жаттығуды бірге орындайық. Класс капитан деп аталады. Кәнекей, қолдарымызды дайындаймыз. Класс капитан. Супер деген смайликті дайындаймыз қолымызбен. Және капитан денемізді тік ұстаймыз. Ал енді осы жаттығуды кезек-кезек жылдам орындауға тырысамыз. Класс капитан, тез, кәнекей, кім жылдам? Класс капитан, өте жақсы, тамаша, сендер өте керемет орындап жатсыңдар. Жарайсыңдар. Тамаша, осымен біздің жаттығуымыз аяқталды. Ары қарайда бұл жаттығуды жалғастырсаңдар болады. Жаттығуды өте керемет орындадыңдар. Ал ендеше өткен сабаққа шолу жасайық. Сендерге сұрақ. Әліпби дегеніміз не? Қазақ әліпбиінде қанша дыбыс және қанша әріп бар? Бұл сұрақтардың жауабын сендер жақсы біледі деп сенемін. Балалар, бірінші жаттығу. Суретке қарап, әліпбидің қай кезде қолданылатынын айтып көр. Мысал келтір. Дұрыс, өте дұрыс айттыңдар. Әліпбиді біз күнделікті сабақты оқу үшін, жазу үшін, көру үшін қолданамыз. Керекті ақпаратты біз сол оқулықтан да оқып алады екенбіз осы әліпбидің көмегімен. Жақсы. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Мына менің қолымдағы не? Дұрыс, бұл сүт. Ендеше Өтебай Тұрманжановтың «Сүт ішсең» деген өлеңін мәнерлеп бірге оқиық. Ыстық сүт ішсең, дәмі кетпес таңдайдан, бой жадырап кенеттен, буы шығар маңдайдан. Ағарған деп, ақтан деп, аналар төгіп шашпайды. Сүт төгілсе обал деп, аяғымен баспайды. Тағы да қайталайық. Сүт ішсең, Өтебай Тұрманжанов. Ыстық сүт ішсең, дәмі кетпес таңдайдан, бой жадырап кенеттен, буы шығар маңдайдан. Ағарған деп, әқдам деп, аналар төгіп шашпайды. Сүт төгілсе обал деп, аяғымен баспайды. Тамаша өлең Өтебай Тұрманжановтың. Жақсы, енді сендерге сұрақ. Өлең не туралы? Сүттің пайдасы қандай? Сүт ішкенді ұнатасың ба? Сүтті ағарған деп неге атайды? Тамаша балалар, сұрақтарға жауап берді. Ал енді келесі жаттығуымыз. Осы сүттен қандай тағамдар жасауға болады? Ал ойланайық. Сүттен қандай тағамдар жасайды? Сүттен қандай тағамдар жасалатынын бірге атайық. Май, дұрыс. Ірімшік, қаймақ, айран, құрт. Міне, осындай тағамдар сүттен жасалады екен. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сабақта біз әріп дегеніміз не? Әліпби дегеніміз не? Қазақ әліпбиінде қанша әріп бар, қанша дыбыс, таңба бар екенін айтылды. Сонымен, әліпби дегеніміз әріптердің белгілі бір ретпен орналасуы. Ал әріп дегеніміз дыбыстардың таңбасы. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. 40 дыбыс, 2 таңба. Осыны есімізде сақтайық. Келесі кездескенше сау болыңдар.